Әзірбайжанда оны кебаб дейді. Грузияда нцвади, Арменияда хорватс, Осетияда визанг деп атайды. Ал Қазақстанда әрине кәуап дейді. Қымбатты көрермендер, жаздың соңғы күндерін пайдаланып, жақындарыңызбен бірге табиғат аясына шығып, таза ауамен тыныстап, осы керемет тағамды дайындап үлгеріңіздер. Ал егер кәуапты қалай дұрыс дайындаудың керектігін білмесеңіз, біздің келесі материалға назар салыңыз. Қайырлы таң көрермендер, көбіміз табиғат аясына шыққан кезде кәуап жасауды жөн көреміз. Бірақ оны қалай дайындау керектігінің жөнін білмей жатамыз. Біз бүгін соны қалай дайындау керек, қалай тұздаймыз, қандай етті таңдап алу керек, соған толығырақ тоқталатын боламыз. Оған бізге аспаз Виктор көмектеседі. Виктор, қайырлы таң. Доброе утро. Сегодня я расскажу, как... Қайырлы таң. Бүгін мен сіздерге кәуапты қалай тұздау керектігі жайлы айтамын. Ол үшін біз тауық еті мен қой етін таңдап аламыз. Негізі кәуап етін әркім өзінің талғамына байланысты таңдауына болады. Тіпті балық етінен де кәуап дайындауға болады. Көбіне еттің жұмсақ жері таңдап алынады, себебі олар жақсы қақталады, әрі әдемі жұмсақ болады. Для того, чтобы шашлык получился сочный, әрі кәуап дәмді болу үшін етті ірі етіп тураған дұрыс. Әрі оны қақтаған кезде ет өте қатты кішірейіп кетпейді. Тауық еті тұздықта 1 сағаттан аса тұрады, ал қой еті 3-4 сағат. Одан көп уақыт тұрса да артық болмайды. Есесіне кәуап одан сайын дәмді бола түседі. Қазір біздің кәуабымыз тұздалып дайын тұр. Енді оларды мынандай таяқшаларға тізіп саламыз. Таяқша майысып кетпейтіндей қатты әрі жуан болу керек. Және еттер қақталған кезде айналып кетпес үшін оларды тығыз салу керек. Қарап жіберсеңіз, мына жер дұрыс істеп жатырмын ба? Нет, наоборот. Керісінше, мынаның бәрі шашырап кетпес үшін бәрін жинақтап салу керек. Бір жапырақ ет болса да бәрін жинап салған жөн. Осылай салыну керек. Мясо взбегаем так, чтобы оно... Ет салып біткен соңда таяқшаның екі шетінде орын қалу керек. Бізде мангалдың ұзындығы 35-40 сантиметр. Таяқшаға салынған ет көлемі де сондай болған жөн. Артық салынып кетсе, ет темірге тиіп дұрыс піспейді, әрі дәмі де бұзылады. Ендігі сұрақ, бізде кәуапты қандай отта қақтаған дұрыс? Көбіне көмірге ме, әлде сексеуілге қақтаған дұрыс па? Да, лучше, конечно... Негізі кәуапты сексеуілмен қақтаған дұрыс. Себебі одан зиянды иістер бөлінбейді, әрі кәуап өзіне тән дәмін сақтайды. Көмірмен қақтаған кезде одан шайыр бөлінеді, әрі ыстың иісі шығып тұрады. Бірақ бұл да әркімнің қалауына байланысты. Кейбіреулер ысталған кәуапты жақсы көреді дегендей. Мінекей біздің кәуап қақтауға дайын болды. Енді бұны біз қазір Виктормен бірге отқа қойып ары қаратай дайындаймыз. Виктор, бізге айтыңызшы, мына кәуапты дайындаған кезде мангал мен кәуаптың ара қашықтығы қанша болу керек, соны айтып кетсеңіз, одан кейін мангал қандай болу керек, соны сипаттап кетсеңіз. Хорошо. В первую очередь надо подготовить мангал. Жақсы, бірінші кезекте мангалды дайындап алуымыз керек. Көмірді тегістеп, кәуап күйіп кетпейтіндей етіп, жаймалап аламыз. Отпен кәуаптың ара қашықтығы қаншалықты болу керек, тез пісу үшін, әрі дәмді болу үшін? Чтобы шашлык не подгорел? Енді кәуап күйіп кетпес үшін, әрі дәмді пісу үшін ара қашықтығы стандарт бойынша 5-7 сантиметр болу керек. Енді бұны біз қанша минут қақтаймыз отта? В среднем шашлык жарится 15-20 минут. Орта есеппен кәуап 15-20 минут қақталады. Бірақ қой еті әрине одан көбірек піседі. Бірақ кәуап пісіретін адамның тәжірибесі мол болса, қой еті де тез піседі. Шашлык уже готов. Кәуап дайын болды. 1 минуттан соң ақырын оны ала қоямыз. Чтобы шашлык не остыл. Кәуаптарыңыз дайын. Енді ол суып қалмас үшін астына көмір саламыз. Сверху ложится лаваш. Үстіне лаваштарды қоямыз. Міне біздің кәуап дайын болды. Оны қонаққа ұсыну үшін де, өздеріңіз табиғат аясында дайындау үшін де осылай әдемілеп сәндеулеріңізге болады екен. Ас болсын. Ақ болсын.